Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн болсын. Қайтарымсыз грант 400 айлық есептік көрсеткіштегі 1.380.000 теңге көлеміндегі грантқа бизнес жоспар жазуды, толтыруды үйрететін боламын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, өте пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Бизнес жобаны біз сертификат алып аламыз. Бірінші бастау бизнес, одан кейін проверкадан өтесіз. Грант деген бөліктегі проверкадан өткеннен кейін бизнес жобаның үлгісін, шаблонын сол жерден осы үлгіні көшіріп аласыздар. Осы үлгіні толтыруды көрсетемін. Бизнес жобаның атауын, оның жоғарысында қай мекенжайда тұрасыз, соны, қай аймақта тұрасыз. Жобаның бастамашысы кім, аты жөнін жазасыз. Одан кейін бірінші бөлімге келеміз. Жобаның бастамашысы бойынша толыққанды мәлімет толтырамыз. Аты жөнін, ЖСЕ-нің, телефон номерін, тұрғылықты мекенжайын, бастамашысының жұмыспен қамту санаты бойынша жұмыссыз не кәсіпкер. Бұл кісі тіркелген жұмыссыз болған жағдайда, егер заңды мекенжайын сұраған жағдайда, кәсіпкер болған жағдайда, кәсіпкердің мекенжайын жазатын боласыз. Одан кейін қызмет тәжірибесі 2 жыл, отбасылық жағдайы. Отбасылы 4 баласы бар. Бұл кісі жұмыссыз және көп балалы отбасы ретінде алып отыр. Одан кейін екінші жобаның мақсаты сұлулық салонын ашу. Жобаның үшінші қысқаша ақпарат жоба туралы. Заманауи сұлулық салонын ашып кәсіп жасау. Төртінші бөлімге келеміз. Бұл өте маңызды бөлік. Бұл жерде өте мұқият болуларыңыз керек. Сіздер себебі осы жерде көрсеткен құрал жабдықтарды сіз өзіңіз грантты ұтып алған жағдайда сатып аласыздар. Бұны зерттеп, интернеттен зерделеп, бағасын, сумасын, барлығын толыққанды жазатын боласыз. Бірінші бөлікте атауын жазасыз, сіздің бизнесіңізге қажетті. Екінші бөлікте санын, үшінші бөлікте бағасын, төртінші бөлікте барлық сомасын, бесінші бөлікте гранттық қаражатты бөліп жазатын боласыз. Одан кейін бесінші бөлікте меншікті қаражатынан құрал жабдық қажетті зат сатып алатын жағдайда толтыратын боласыз. Бұл кісі тек гранттық қаражат есебінен барлық құрал жабдықтарды сатып алмақшы. 1.380.000 теңге. Одан кейін бесінші бөлікке келеміз. Бесінші бөлікте көрсетілетін қызметтердің өткізілетін өнімнің бағасы. Шаш құю, кірпік жабыстыру дейді, бет әрлеу. Бұл кісі 3 қызмет көрсетемін деп отыр, және екінші бөлікте бағасы. Қанша теңгеден қызмет көрсетеді. Одан соң 6-шы бөлімінде жоғарыда көрсетілген бағаларды ескере отырып, бір айдағы көрсететін табысы. Яғни көрсететін қызметінің көлемі және айлық табысы. Айлық табысы 210.000 деп есептеп отыр. Айына көлемін шаш құю бойынша 100 адам, кірпік жабыстыру 20, бет әрлеу 20 деп жобамен жоспарлап есептеп отыр. 210.000 табыс айына. Енді 7-ші бөлікте пайда болжамы. Күнтізбелік жыл бойынша 3 жылға қарастырылып отыр. Бірінші жыл бұл грант алған жылы. Сіз ақпан айында осы бизнес жоспарды толтырып отырсыз. Сіз наурыз айында мен табыс таба бастаймын, грантты ұтып алған кезеңнен бастап деп жоспарлап отырсыз. 210.000 бір айға есептедік, соны 10 айға көбейтеміз. Біз қаңтар және ақпан айын алып тастап, грант алатын айдан бастап, наурыз айынан бастап 10 айға есептеп отырмыз. 10 айда 2.100.000 теңге табыс табады деп көрсеттік. Енді шығыстарды есептейміз. Жалпы шығыс бірінші өзіндік құн, жалпы табыстың 30%-ын жобамен жоспарлап отыр. Себебі фен бұзылып қалуы мүмкін, құрал жабдықтар бұзылып қалуы мүмкін, немесе краска алуы мүмкін шаш бояйтын жағдайда. Жобамен 30% шығын кетеді өзіндік құннан деп жоспарлап отыр. 3 жылға осылай есептелінеді. Одан кейін электроэнергиясы 5.000 теңгеден 10 айға 50.000 теңге, жалдау ақысы 60.000 теңгеден 10 айға 30.000 теңгеден 10 айға 300.000 теңге. Одан соң жарнама 20.000 теңге, міндетті зейнетақы аударымы бойынша 70.000 теңге, 7.000 теңгеден 10 айға, әлеуметтік аударым бойынша 24.500 теңге, мәмске 4.900 теңгеден айына 10 айда 49.000 теңге. Табыс салығы бұл кісі патент негізінде ИП-сын
ашам деп жоспарлап отыр, осы бизнесі жүріп кетсе 21 мың теңге. Дәл осылай келесі 2 жылды да 12 айға толтырып шығамыз. Жалпы кірістен, мінекей, жалпы шығысты 2.100.000-нан жалпы шығысымыз 1.164.500 теңге шығып отыр. Пайдамыз 935.500 теңге. Дәл солай 2 жылға да 12 айға көбейтіп толтырып шығатын боламыз. Одан кейін шығыстар мен кірістер бойынша түсініктемелер беріп кетеміз. Кірістер бойынша сұлулық салонының орташа табысы айына 210 мың, жылына 2.520.000 теңге құрайды. Өзіндік құны 30% құрайды шамамен. Және сіздер пенсионныйларыңыз бар, аударатын салықтық аударымдарыңыз, соны жазып шығасыз 2023 жылы осылай. Және жалпы табыстың табыс салығы бойынша жалпы кірістен патент негізінде кәсібін бастаса 1%-ын мемлекетке төлейтін болады. Одан кейін 8-ші нарықтық жағдайдағы бәсекелестер бойынша шаш қию, бет әрлеу бойынша өнімдердің, қызметтердің орташа құнын жазып шығады. Кімдерге қызмет көрсетеді? Сіз 3 бөлікті бөлек-бөлек жазып шықсаңыз болады. Ауыл тұрғындарына өнімдердің, қызметтерді сатуды жоспарлаған адамның байланыс номері. Тұрақты сіздің клиенттеріңіз болса, солардың номерлерін жазып қойсаңыз болады. Одан кейін сіз өзіңіздің өніміңіздің, қызметіңіздің қай аймақта, қай қалада, ауданда көрсетіледі, сол жердің атауын жазасыз. Өнімді, қызметті сату үшін қандай техникалық талаптар қажет? Яғни тазалық сақтау керек, гигиеналық талаптарға сәйкес деп жазып қоямыз. Гигиеналық талаптарға сай қызмет көрсетеді. Одан кейін сіздің аймағыңызда ұқсас өнім, қызметпен қандай бәсекелестер бар? Бәсекелестер бар, алайда қызметім сапалы, арасында тұрақты клиенттерге жеңілдік ұсынамын дейді. Бәсекелестерден айырмашылығы осы. Одан кейін 8-ші бөлікті біттік. 9-ші бөлімге еттік. Әлеуетті тұтынушыларды талдау. Бірінші, сіздің аумағыңыздағы бір әлеуетті тұтынушының орташа айлық табысы 250 мың теңге. Сіздің есептеулеріңіз бойынша бір сатып алушы бойынша бір жыл ішінде қанша тауар қызмет сатып ала алады? Бірнеше. Тауарларды, қызметтерді сатып алу бойынша тұтынушыңыздың орташа айлық табысын есептеу қандай деректер негізінде? Статистикалық деректер деп жазып қоямын. Қандай тауарлар, қызметтер сіздің өнімдеріңізге, қызметтеріңізге бәсекелестер болып табылады? Аруларға сұлулық салонынан қызмет көрсету менің бәсекелесім болып табылады. 10-шы, әлеуетті клиенттермен өзара әрекеттес арналары. Бұл аудан орталығын жазып қоямын. Неліктен сіз өз бизнесіңіз үшін дәл осы орынды таңдадыңыз? Біріншіден, аудан орталығы тұрғылықты жерімде тауарды сатуға және қызмет көрсетуге қолайлы деп жазып қоясыз. Одан кейін клиенттер сіздің өнімдеріңіз немесе қызметтеріңіз туралы қалай біледі? Әлеуметтік желілерде мен өзімнің жеке парақшаларымды ашып қоямын. Әлеуметтік желілер арқылы. Одан соң 11-ші бизнес жоба туралы қысқаша ақпарат. Шикізат пен материалдарды қайдан сатып аласыз? Олармен қанша уақыт жұмыс жасайсыз дейді. Құрал жабдықтар мен шикізатты мен көтерме сауда орындарынан сатып аламын деп жазып қоямын. Одан кейін сіздің бәсекелестік артықшылығыңыз қандай дейді. Бәсекелестерден артықшылығым тұрақты клиенттерге жеңілдік болады. Осылай сіз 11 бөлімді толтырып шығасыз. Менің ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Сіздерге сәттілік, бизнес жобаларыңызды сәтті қорғап шығуларыңызға тілектеспін. Бұдан да басқа бизнес жобалардың түрлері бойынша мен алдағы уақытта салып отырамын. Ұдайы бизнес жоспардың басқаша, сұлулық салонынан басқа тігін, мал шаруашылығы, бұдан басқа да бизнес жобаларды көре аласыз менің каналыма. Тіркеліп өтіңіз, пайдалы болады деген ойдамын. Лайк басып қойыңыз. Мен үшін бұл өте маңызды. Сау болыңыздар.